Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 140 пен 2-нің көбейтіндісі, 280 мен 2-нің бөлінісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бүгінгі сабақта сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін үйренесің. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. 3 таңбалы санның разрядтарына қара, көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір. Мұнда 140 пен 2-нің көбейтіндісі берілген. Яғни 140 санында 14 ондық бар. Сондықтан да 14-ті 10-ға көбейтіп, оны 2-ге көбейтуге болады. Немесе көбейтудің терімділік қасиетін пайдаланып, 14-ті 2-ге, одан кейін 10-ға көбейтуге болады. Нәтижесі 280-ге тең. Яғни 140-та 14 ондық бар, оны 2-ге көбейткенде 28 ондық болады. Ал енді осының баған түрінде көбейтіп көрейік. 140 пен 2-нің көбейтіндісін баған түрінде көбейткенде бірліктерден бастап көбейтеміз. 2 мен 0-дің көбейтіндісі 0-ге тең. Енді 4 ондықты 2-ге көбейткенде 8, 1 жүздікті 2-ге көбейтеміз 2. Нәтижесі 280-ге тең. Ал енді бөлудің қалай орындалғанына назар аударайық. Мұнда 280 мен 2-нің бөлінісі берілген. Яғни 280-де 28 ондық бар. Сондықтан да 28-ді 10-ға көбейтіп, оны 2-ге бөлуге болады. Алдымен 28-ді 2-ге бөлеміз, содан кейін оны 10-ға көбейтуге болады. 28-ді 2-ге бөлген кезде 14 болады, оны 10-ға көбейткенде 140 болады. Яғни 28 ондықты 2-ге бөлсек, 14 ондық болады. Ал енді бөлудің баған түрінде орындап көрейік. 280-ді 2-ге бөлу үшін біз жүздіктен бастап бөлеміз. 2 жүздікті 2-ге бөлгенде 1 болады. Тексереміз. 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2. Оны 2 жүздіктен азайтамыз. 0 болады. Енді 8 ондықты жазамыз. 8-ді 2-ге бөлгенде 4 болады. Тексереміз. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8. Оны 8-ден алып тастаймыз. Нәтижесі 0-ге тең. 0 бірлікті 2-ге бөлген кезде 0 болады. Яғни 280 мен 2-нің бөліндісі 140-қа тең. Мысал 5-ке назар аударамыз. Теңдеулерді шеш. Теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, үлкен су қойманы анықта. Су қойманың атқаратын рөлі қандай екенін ойлан. Бірінші су қоймада Көксарай, яғни бұл су қойма Сырдария өзені, Түркістан облысында орналасқан. Мұнда теңдеу 160 пен Y-тің қосындысы 310 мен 2-нің көбейтіндісіне тең. Алдымен 310-ды 2-ге көбейтеміз. 620-ға тең. Ал енді Y тең 620-дан 160-ты азайтамыз. Y тең 460-ға. Келесі су қойманың атауы Сергеев. Ол Есіл өзені, яғни солтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Мұнда 797 мен Y-тің айырмасы 340 пен 2-нің көбейтіндісіне тең. 340 пен 2-нің көбейтіндісі бізде 680-ге тең. Y-ті табу үшін 797-ден 680-ді азайтамыз. Y тең 117-ге. Келесі су қойма Қара Томар деп аталады. Ол Тобыл өзені Қостанай облысында орналасқан. Мұндағы теңдеу X пен 18-дің қосындысы 220 мен 2-нің бөлінісіне тең. Алдымен теңдіктің оң жағындағы 220-ны 2-ге бөлеміз. 110-ға тең. X-ті табу үшін 110-нан 18-ді азайтамыз. X тең 92. Келесі су қойма Самарқан деп аталады. Нұра өзені Қарағанды облысында орналасқан. Мұнда 192 мен X-тің айырмасы 440 пен 4-тің бөлінісіне тең. Алдымен бөлуді орындаймыз. 440 пен 4-тің бөлінісі 110-ға тең. X-ті табу үшін 192-ден 110-ды азайтамыз. X тең 82-ге. Ал енді
біз теңдеулердің түбірін таптық. Өсу ретімен атап көрейік. 82, 92, 117, 460. Яғни мұнда ең үлкен су қойма Көксарай, Сырдария өзені, Түркістан облысында орналасқан. Келесі есеп жетіге назар аударамыз. Бір ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды? Яғни сендер экраннан 3 ыдысты көріп тұрсыңдар. Әр ыдыс 5 бөлікке бөлінген. Яғни соның 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сияды деп тұр. Есептің шартын құрастырамыз. Бір ыдыстың 5-тен 1 бөлігі 6 литр су. 3 ыдысқа неше литр су кетеді? Алдымен біз 6 литрді 5-ке көбейтеміз. 30 болады. Себебі мұнда ыдыс 5 бөлікке бөлінген, соның 1 бөлігі 6 литрге тең болса, 6 литрді 5-ке көбейтеміз, сонда бір ыдысқа 30 литр су кетеді. Ал енді 3 ыдысқа неше литр су кететінін табу үшін біз 30-ды 3-ке көбейтеміз. 90. Жауабы 3 ыдысқа 90 литр су сияды. Ал енді экрандағы ыдысқа қарап дәлелдеп көрейік. Яғни ыдыстың 1 бөлігіне 6 литр су кетеді, екінші бөлігіне де 6 литр, үшінші, төртінші және бесінші бөліктеріне де 6 литрден су кететін болса, бізде 6 литрден 5-еу болып тұр. Сондықтан да 6 жердегі 5-ің 30 болады. Яғни бір ыдысқа 30 литр су кетеді. Екінші ыдыста да 30 литр, үшінші ыдыста да 30 литр су бар. Барлығы 90 литр су болады. Келесі 8-ші тапсырмаға назар аударамыз. Сырымның есептеуді қалай орындағанына қара. Мұнда 18 бен 45-тің көбейтіндісі берілген. 18 санын біз 9 бен 2-нің көбейтіндісі түрінде, ал 45 санын 9 бен 5-тің көбейтіндісі түрінде алуға болады. Ал енді осы көбейтінділерді көбейтудің терімділік қасиетін пайдалана отырып орындарын ауыстыруға болады. Яғни 9 бен 9-дың көбейтіндісі және 2 мен 5-тің көбейтіндісі түрінде өзімізге тиімді тәсілді аламыз. Мұнда 9 бен 9-дың көбейтіндісі 81-ге тең, 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10-ға тең. 81 мен 10-ның көбейтіндісі 810-ға тең. Келесі осы тәсілді пайдалана отырып, келесі есептеуге назар аударамыз. Яғни 25-ті 24-ке көбейтеміз. 25-ті сонымен қатар 35 литрді 18-ге көбейтеміз. Және 14 килограмды 35-ке көбейтуіміз қажет. Алдымен 25 пен 24-ті көбейтіп көрейік. Ол үшін 25-ті 5 пен 5-тің көбейтіндісі түрінде аламыз, ал 24-ті 6 мен 4-тің көбейтіндісі түрінде аламыз. Ал енді көбейтудің терімділік қасиетін пайдаланып көрейік. 5-ті 6-ға көбейтеміз және 5-ті 4-ке көбейтеміз. 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30, 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20. 30 пен 20-ның көбейтіндісі 600-ге тең. Келесі 35 литрді 18-ге көбейтіп көрейік. 35-ті 7 мен 5-тің көбейтіндісі түрінде аламыз. Ал 18-ді 2 мен 9-дың көбейтіндісі түрінде алып көрейік. Ал енді сандардың орнын ауыстырамыз. 7 мен, яғни бізге тиімді тәсіл, алдымен 7 мен 9-ды көбейтеміз, одан кейін 2 мен 5-ті көбейткен бізге тиімді. 7 мен 9-дың көбейтіндісі 63-ке тең. Ал 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10-ға тең. 63 пен 10-ның көбейтіндісі 630-ға тең. Демек 35 литр мен 18-дің көбейтіндісі 630 литрге тең. Келесі көбейтіндіні өз бетіңше орындап көр. Есеп 9-ға назар аударамыз. Мектептегі бастауыш сыныптарға 19 литрлік ыдыстағы судың 5-еуі және жоғары сыныптарға 8 әкелінді. Мектепке барлығы неше литр су әкелінді? Есептің шартын құрастырамыз. Бастауыш сынып 19 литрден 5 ыдыс. Жоғары сыныпқа 19 литрден 8 ыдыс әкелінді. Барлығы
неше литр су болды? Алдымен бастауыш сыныпқа қанша литр су әкелгенін табу үшін біз 19-ды 5-ке көбейтеміз. Ал жоғары сыныпқа қанша литр су әкелгенін табу үшін 19-ды 8-ге көбейтіп, осы көбейтінділердің мәнін қосамыз. 19 бен 5-тің көбейтіндісі 95-ке тең, ал 19 бен 8-дің көбейтіндісі 152-ге тең. 95 бен 152-нің қосындысы 247-ге тең. Жауабы 247 литр су әкелінді. Есептің Б нұсқасына назар аударамыз. Ересек адам тәулігіне 2 литр су ішуі қажет болса, онда 4 адамнан тұратын отбасы сәуір айында неше литр су ішеді? 6 адамнан тұратын отбасы ше? 8 адамнан тұратын отбасы ше? Олай болса, есептің шартын құрастырып көрейік. 1 адам тәулігіне 2 литр су ішеді. 4 адам тәулігіне неше литр су, ал 1 айда неше литр су ішеді? 6 адам тәулігіне неше литр су, 1 айда неше литр су ішеді? 8 адамнан тұратын отбасы тәулігіне неше литр су, 1 айда неше литр су ішетінін табуымыз қажет. Алдымен 1 айда 30 күн бар екенін табуымыз қажет. Себебі сәуір айы 30 күннен тұрады. Яғни 1 айда 30 күн бар. Ал енді 2 литрді 1 адам тәулігіне 2 литр су ішетін болса, онда 1 айда қанша литр су ішетінін табу үшін 2 литрді 30-ға көбейтеміз. 60 литр. Яғни 1 адам 1 айда 60 литр су ішеді. Ал енді 2 литр суды 4 адам тәулігіне 8 литр ішеді. Осы 4 адамның 1 айда қанша литр су ішетінін табу үшін біз 8-ді 30-ға көбейтеміз. 4 адам 1 айда 240 литр су ішеді. Ал енді 6 адам табамыз. 6 адам тәулігіне 12 литр су ішеді. Себебі 2 литр мен 6-ның көбейтіндісі 12 литр. Ал енді осы 6 адам 1 айда 360 литр су ішеді. Себебі 12 литрді 30-ға көбейтсек 360. 8 адам тәулігіне 16 литр су ішеді. 2 литр мен 8-дің көбейтіндісі 16-ға тең. Ал енді осы 8 адам 1 айда 480 литр су ішеді. Себебі 16 мен 30-дің көбейтіндісі 480-ге тең. Балалар, 11-ші тапсырмаға назар аударамыз. Сәуле аптаның 7 күнінің бірін іштей таңдады. Осы таңдаған күнінде сұрақтарға тек қана иә немесе жоқ деп жауап беруге келісті. Сәуле аптаның қай күнін жасырған табу үшін оған қанша сұрақ қоюға болады? Бірінші, қандай сұрақ болуы мүмкін? Балалар, бірінші мынадай сұрақ қоюға болады. Сәуле, сен аптаның тақ күнін таңдадың. Немесе Сәуле, сен аптаның жұп күнін таңдадың деген сұрақ қоюға болады. Сол кезде ол егер тақ күнін таңдаса, иә деп жауап береді. Аптаның тақ күндеріне сейсенбі, бейсенбі және сенбі жатады. Егер ол аптаның жұп күндеріне сейсенбі, бейсенбі, сенбі жатады. Егер ол Сәуле аптаның жұп күнін таңдаған болса, оған сен сейсенбі күнін таңдадың. Немесе бейсенбі, немесе сенбі күнін таңдадың деп, оның иә немесе жоқ деген жауабын табуға болады. Немесе Сәулеге аптаның сен тақ күнін таңдадың деп айтуға болады. Яғни аптаның тақ күніне дүйсенбі, сәрсенбі, жұма және жексенбі жатады. Осы күндердің атауын атай отырып, Сәуленің иә немесе жоқ деп жауап беретін сұрақ қою арқылы оның жауабын табуға болады. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.